Достар, барлығына сәлем. Егер де шум болып тұрса, жүрмеңдер, потому что мен дәл қазір остановкада тұрып, және маған қараңдар. Достар, короче, біз досымызбен қазір қыдыруға шығып бара жатқанбыз, міне Жангер оператор. И осы сумканы көріп қалдық. Осы жақын манда баня бар, может бір қыстаса кетті. Біз қазір примерно 30 минут бір сағаттай күте тұрамыз. Енді по-любому біреу алып кетеді ғой, кішкене қалай тұрамыз, егер ешкім келмесе алып кетеміз. Енді біз ұрлықшы демеңдер, енді сондай болып тұр енді жағдай. По-любому біреу алып кетеді. Сондықтан егер енді осы адам видеоны көрмейтін шығар, бірақ көріп қалса заты береміз да. Сондықтан сондай жақсы дұрыс әрекет жасаймыз деп ойлап отырмыз. Сендер видео басамаса лайктарын басыңдар, біз видеомызды бастаймыз. Достар, егер де сендер осылай оңай жолмен осындай өте көп ақша тапқыларың келсе, ендеше сендерге әрине 1xbet өте керемет, өте надежный сайт. Достар, 1xbetке тіркеліп жатқанда бека промокодын теретін болсаңыздар, сіздерге 65 мың теңгеге дейін бонус беріледі. Сондықтан достар, сәттілік, осылай үйде жатып, осындай ақша. Короче, бір сағаттай өтті, бір 40 минут өтті. Әлі ешкім келмеді, мен осы қасына тұрмын, өзімнің сумкам сияқты себебінде біреу алып кетуі мүмкін ғой. Ешқандай ағай, тәте болсын ешкім келмеді. Сондықтан достар, амал жоқ, алып кетеміз біз бұны, және ішінде не бар екенін сендерге түсіреміз. Ал енді ағай көріп отырса, біз оған міндетті түрде қайтарып беретін боламыз. Сондықтан енді по-любому қазір кім келеді, сол ұрлап кетеді. Сондықтан достар, кеттік. Ладно, ашайын не болса да. Енді ағай, сіз осы видеоны көріп тұрсаңыз, әрине жазыңыз, мен всегда күтемін. Фу! Ема, банядан келген достар, но точно. Фу, на черте ғой. Ты смотри. Сарно, конкретно. Телермен сасып тұр кәдімгі. Енді, как бы достар, эмоция дегенде бір түрлі жаман оқалады екенсің. Енді, как бы достар, дұрыс әрекет сияқты бұл енді. Клер, мен шампунь потом алып кетесің. Следующий. Не мынау? Ну и что? Достар, мына банядан келген қызық ештеңе жоқ болып қойды. Түкшер. Түкшер қойған жоқ. Ё-моё. Ладно, дальше. Қалай жеді? Басым істейтін адам. О, сауын. Ё-моё. Достар, какой-то неприятный есть, Я. О! Достар, меня намышил уже пустой. Барсетка, хара. Так, самое интересное начинается. Документ. И осымен табуға болады жаңға. Бұны камерада көрсетіп қойып, тағы да адамдар мүйтіп. Так. Документ, где қызық емес. Ема! Да ну! Қара! 10 мың. Міне. 5 мың. 16 мың. 17 мың 500. Не бар тағы да? Тиын бар ма тиын? Ема, достар, қалай? 22 ё-моё. 24, 26 достар. 27 мың. 28 500. Ё-моё. Достар, мен бұл ақшаны жаратпаймын. Реально. Осы документпен табуға тырысайық жаңға. По-любому енді ақшаны алмаймыз ғой бұл. Ё-моё. Онда документ, карточка, анау табуға болады жаңға. Жерон енді по-любому осы баняға келіп 100 теңге жаңға. Ё-моё, мынау деген кәдімгідей. Баняға не үшін береді енді ондай ақшаны? Түсінбедім что-то. Қалай сумканы жоғалтып алуға болады тастап кетуге? Ё-моё. Достар, сіздер мынаны қарасаңыздар, что за? Ё-моё. Тағы да басқа қалталарын қара.
Virtueel отырсың ба Жанка? Иә. Жестко ма? Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали. Время без забот тихо опустилось за горизонт. Достар, телефон қандай бұл? Ағым ба? Білмеймін. Өшіріп көреміз ғой? Давай. Пароль білмеймін, өшіру үшін пароль білмеймін. Жаман бір түрлі болады екенсің. Ё-майо. 30 мың теңге телефон, как минимум 100 мың теңге, я телефон. Иә. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай бір түрлі болып тұрмын мен. Прям айтарға сөз таба алмай тұрмын. Ал не болса да енді көрейік. Мына қалтасында түк те жоқ. Мына қалтасында түк те жоқ. Ой. Ё-ма. Осылай достар. Өздерің көріп тұрғандай қараңдар, сол бір қарап шығыңдар. Достар, әрине, бұл адамды біз әрине табамыз, әрине береміз, ештеңесін алмаймыз. Бірімізге көмектеспесе, кім көмектеседі? Қазір любой прохожий алып кетші еді оны. Білеміз ғой мысалы адам. Ё-мо, әлі сен алмай тұрмын, чё за... Достар, ладно, егер де осы видео ұнаса лайк басыңдар. Достар, егер де бір нәрсе көрсеңдер, алмаңдар оны ешқашан. Алсаңдар да дұрыс алыңдар, ұрламаңдар ешқашан. Енді іздейміз бұл ағайда, әрине, қолымыздан келгенше. Сендермен болған мен Бексұлтан. Давайте, пока-пока, чао. Keep her hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on.